Отандық әнші Меруерт Түсіпбаева бір ұл тәрбиелеп отырған ана. Танымал жұлдызды шаңырақта бағдарламасында қазіргі арманы қайта тұрмысқа шығу екенін ашып айтты. Адамның әр кезеңде арманы әр түрлі болады ғой. Дәл қазіргі уақытта мен тұрмысқа шығып, күйеуімді жұмыстан күтіп алғым келеді. Жаным, келдің бе деп үйде отырғым келеді. Ол адамды түсінуге тырысатын едім. Ол кісіге қамқор болуға тырысамын. Мен ата-анамның тәрбиесін алған ұстаздың қызымын. Бір адамның тілін таба алатындай ақылда, өмірлік тәжірибеде жинаған адаммын, деді ағынан жарылған Меруерт Түсіпбаева. Естеріңізге сала кетейік, осыған дейін Меруерт Түсіпбаева ұлының әкесі кім екенін айтқан болатын. Қимай сені барамын деген әнімнің бейнеклипінде түскен жігіт менің ұлымның әкесі. Мен өмірімде бір-ақ рет тұрмысқа шықтым ғой. Ресми түрде үйленіп, ресми түрде ажырастық. 5-6 жыл бірге тұрдық. Қазір ол кісі Шымкентте тұрады, басқа отбасы бар. Бірақ оның екінші отбасынан бала-шаға жоқ, өкінішке қарай. Ажырасқан кезде алименттен түбегейлі бас тартқанмын. Сол кезде ипотекаға алған үй мен көлік болатын. Көлікті соған бердім де, үйді өзіме алып қалдым. Бірақ ресми түрде алименттен бас тарттым. Құдайға шүкір, бір талбаламды ешкімге, әкесіне де тәуелді қылмай өсірдік. Ұлым Қазақ-Түрік лицейінде оқыды. Балам ешқашан еш нәрсеге мұқтаж болған жоқ. Бұрынғы жолдасым кішкентай кезінде қыдыртатын. Қарбалас кезеді ғой. Әкем бар деп өсті. Алматыда тұрған кезінде үйіне алып кетіп араласты. Баланы көрмей кету деген болған жоқ. Тұрмысқа шыққан кезімде Сарыағашта тұрдым. 40 күн тұрдым. 40 күннен соң жұмысқа кетіп қалдық. Бірақ қазір балам ата-әжесімен етене жақын араласады деп айта алмаймын, деді Түсіпбаева.